Ең алдымен ұнымызға сары майымызды салып, осылай араластырамыз. Бізде бір келгі крошка болу керек. Бір келгі крошкалы масса болғанша араластырамыз. Енді осының үстінен сахарный пудра салып, бір араластырып аламыз. Оның үстіне разрыхлитель қосып, және араластырып аламыз. Енді осының үстіне какао және қызыл красителімізді қосып, араластырып аламыз. Үстіне 3-4 ас қасықтай су құйып, және араластырамыз. Егер суыңыз аз болатындай болып жатса, және 2-3 ас қасық су қосып, араластыра отыра қамыр илейміз. Бізде осындай тесто болады. Дайын тестамызды 2-ге бөлеміз. Біреу үлкен, біреу кішкентай болу керек. Кішкентай тестамызды пищевой пленкаға орап, морозильникке салып қоямыз. Енді арасын салатын начинкамызды дайындаймыз. Творожный сырымызды салып, оның үстіне қант және жұмыртқамызды салып араластырамыз. Міне осындай бір келгі болу керек. Енді табамызды майлаймыз. Жаңағы үлкен тестамызды астына жаямыз. Жан-жағына бортик жасаймыз. Начинкамызды салып, морозильниктегі тестамызды алып, терканың көмегімен осылай жасаймыз. Ең соңында тимей қалған жерлеріне кішкентай теркамен өткіздім. Пирогымыз дайын, пешке саламыз.